Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер, каналға тағы да қош келдіңіздер. Менің есімім Асем. Енді күнделікті видео түсіріліп отыратын болады. Яғни менде күнбе-күн жаңағыдай отырғызу көбейіп жатыр. Алдарыңызда көріп тұрсаңыз топырақ, яғни бұл даланың топырағы, өзіміздің огородтың, яғни көп егілмеген жерінен алдым. Сондықтан бұның яғни өзіне керекті дәрумендері бар. Біз жапырақтар кетіп қалған, жапырақтар да әбден шіріп, көріп тұрсаңыздар, яғни уж компостқа айналып жатыр. Енді бұл топырақты мен не үшін алыптым? Яғни бұл жаңағы гүлдер егуге, яғни тағы да басқаларға бұл келмейді. Сол себепті мен бұны арнайы салат жапырағын егейін деп тұрмын. Өкінішке орай менде салат жапырағының жасыл түрі бітіп қалыпты. Сол себептен осындай қызғылт түрінен егейін деп жатырмын. Яғни бұл качаны дейді, маған качан деген керек емес, яғни капуста тәріздес. Сол себепті мен оны кәдімгі жапырақ ретінде өсіретін боламын. Көбісі шөп-шаламды, не үшін шөп-шалам жаңағыдай керек емес деп айтады. Шөп-шаламды негізі адам соғымның уақыты болғандықтан, енді көп жерлерде соғым сояды шығар деп ойлаймын. Сол себептен үнемі еш жеу беруге де болмайды. Яғни шөп-шаламды да жеу керек. Шөп-шалам дегеніміз, яғни оның ішінде базилик бар, мята бар, мелиса, салат жапырағы, укропты да бәрін жейсіздер. Көкжуа, сарымсақтың көгі деген сияқты. Енді көбісі сарымсақ пен пиязды біледі. Базилик, салат жапырақтарын көп ұната бермейді. Менде базиликті да бар. Міне, базилик менде өте көп түрі бар. Яғни базилик бұл енді көп қолданса өте жүкті алады. Бұны тек бір жапырағын ғана бір тамаққа қолдансаңыздар, тамақтың енді дәмін өте керемет қылады. Сол себептен базиликті маған ұнады. Сол себепті ал кинза маған ұнаған жоқ, білмеймін не екен. Кинзаны да мен көп қолдануға болмайтын болар. Кинзаны енді онда егіп көріп, тек қана бір жапырақтан қолдансаңыздар, онда иісі осы базиликтік сияқты өте қатты. Сол себепті онда бір нормамен қолданса, кәдімгідей тамаққа болсын, соққа да, компотқа да қоссаңыздар, бір кәдімгі изюминка дейді ғой. Яғни бір күшті, бір жақсы не береді, дәм береді. Сол себептен мен базиликті каждый тамаққа қосып отырмын. Әрине тыква каждый тамаққа қосамыз, яғни мантылар үнеме, яғни өзіміздің ауылдан жинаған асқабақтарымыз. Енді кезектен сіздер жұмысқа көшейік. Міне көріп тұрсаңыздар топырақ мен ешқандай астына құм, ешқандай ештеңе салған жоқпын. Кез келген сіздерге жаңағыдай одноразовый мешок немесе ыдыс, немесе осындай гүлдің қалған ыдыстар. Менде осындай гүлдердің көп, яғни түрі кетіп қалған, осындай көріп тұрсаңыздар, цветі кетіп қалған горшоктар өте көп. Соны міне осындай қылып пайдаланып тастап жатырмын. Негізі бұған мен жуа егем шығар деп едім, ұсақ жуаларды салып шығатын. Мен өкінішке орай менде ұсақ жуа болған жоқ. Сол себептен бұған мен салат жапырағын егейін деп тұрмын. Әрине ең бірінші осылай топырақ дайындаймын. Содан кейін салат жапырағын өте көп шашудың қажеті жоқ, себебі өте ұсақ болып, бізге ол как жаңағыдай арамшөп сияқты болып кетеді. Сол себептен әрбір жерден міне 3, 4, 5, 6, 7 деген сияқты сондай қылып, тіпті 5-еуін екседе жарап қалады. Яғни жапырақтары гамбургер, бургерлер істеген кезде қыста өте күшті, яғни сіз дүкеннен сатып алып жүрмейсіз. Біз көбінесе бургерлерді қыста жасаймыз. Сол кезде сол салат жапырағын арасына қосқанда сол кезде іздейтін боламыз. Сол себептен егейін деп жатырмын. Қазір сіздерге көрсетемін. Салат жапырағын міне сіздерге көрсетейін жағынырақ. Міне Эмилия деп аталады. Бір қымбат салаттардың бірі. Міне Junior Семканікі. Міне көріп тұрсаңыздар, егер бұны далада отырғызсаңыздар, кәдімгі қызыл капуста сияқты болып өседі. Сол себепті маған керек емес. Бұны сирек егетін боламын. Жаңа айтып кеттім ғой, бұл қымбат салат деп, яғни басқа салаттарға ұқсамайды. Және де бұл алдын ала өзі жаңа зиянкестерін қорғану мақсатында осындай түске боялған. Фокус болмай тұр, қазір сіздерге көрсетейін. Міне көрдіңіздер, яғни өте көрініп тұр, және де қызыл түспен боялып тұр. Енді бұны барлығын жайлап арасын алыстау қылып салып шығамын. Міне салып шықтым, сіздерге де көрініп тұр деп ойлаймын, себебі тұқымдары өте ірі, және де қызыл түспен боялған. Бұл жерде мен көріп тұрсаңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, как раз жетеуі өзім ойлаған, действительно ойлағандай екен. Жетеуін егіп шықтым. Ендігі кезекте шамалы су шашамын. Жайлап шашпаса, тұқымдар қозғалып кетіп жатыр. Яғни тұқымға судың белгісі біліну керек. Көрдіңіздер. Енді бұның кезінде қолымда менде спичка бар, спичка арқылы сәл ғана батырам. Болды, одан артық қажет жоқ. Яғни 1 сантиметрге де жетпейді. Бұл не үшін қажет? Бұл яғни тамыры жерге ілініп кету мақсатында. Сәл жауып жібереміз. Болды, енді аямай шашып шығуымызға болады осылай.
яғни ешқайаққа ұшып кетеді деп ойламаймыз. Көріп тұрсаңыздар, негізі далада жаңбыр жауып жатқасын су деген қанша деген дымқыл топырақ, бірақ та мен тағы да жаңағыдай кеуіп қалмау үшін осылай шашып шығып жатырмын. Міне көрдіңіздер, тез сіңіп кетіп жатыр. Сіңгесін міне қайтадан шашамыз. Сіздерде енді кез келген салат жапырақтары болады. Яғни капуста тәріздес тұқымдарыңыз болса да, жаңадай осылай арасын алшақ қылып ексеңіздер болады мен сияқты. Және де тұқымдарға тапсырыс жүріп жатыр. Көшеттерге тапсырыс тоқтады, себебі енді бұйыртса көктемде тапсырыс қабылдайтын боламын. Қазіргі кезде күн суып кеткен байланысты көшеттер тапсырыс тоқтады. Тапсырыс беріп қойғанда бұйыртса көктемде жіберетін боламын. Қазіргі кезде тұқымдарға тапсырыс жүріп жатыр. Алып үлгеріп қалыңыздар, WhatsApp-қа жазылыңыздар, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар.